Қазіргі таңда әлемде футболдан жанкүйері көп спортшы жоқ шығар. Бүгінгі футболдың корольдері Лионель Месси мен Криштиану Роналду. Бұл екеуінің мықтылығы жанкүйерлер арасында жыл бойы 24 сағат талас соғысып келеді. Бүгінгі ролигімізді әзірге әлемде үздік футболшыға берілетін алтын допты 5 мәрте басына көтерген Лионель Месси туралы қызықты деректермен бөлісеміз. Ендеше кеттік. Мессидің алғашқы келісім шарты салфетка қағазға жасалған. Оның әкесі Хорхе Месси Барселона директоры Карлос Рексачқа жылдам қол қоюды талап еткен. Кейін екі жақ мейрамханадағы қызметкерден қол сүртетін қағаз сұрап, келісім шартты соған жасаған. 11 жасында Мессиге соматотрипин, өсу гормоны жетіспеушілігі диагнозы қойылады. Месси Барселона басшылығының көзіне 13 жасында түседі. Кейін клуб басшылығы Месси мен оның отбасын Испанияға көшіріп әкетеді. Месси Барселонаға келгеннен кейін бой өсіретін гормон дәрілер ішеді. Клуб дәрігерінің емінен кейін оның бойы 169 сантиметрге дейін өскен. 2004 жылдың қазанында Лионель Месси бас команда сапындағы алғашқы кездесуін өткізу мүмкіндігіне ие болады. Бұл ойын Эспанолға қарсы атақты каталондық дерби кездесу болды. Сөйтіп, аргентиналық Барселона тарихындағы үшінші ең жас футболшы атанды. 2005 жылы мамырдың 1-інде Албасете қақпасына негізгі құрамдағы алғашқы допты енгізген сәтте Лионельге әлі 18 жас толмаған еді. Отанын сатпайтын Лионель. Аргентина жастар құрамасында тұңғыш ойын өткізгенге дейін Мессиге Испанияның ұлттық құрамасы үшін өнер көрсету туралы ұсыныстар келді. Алайда ол отан сүйгіштігін танытып, барлық ұсыныстарға өзінің жоқ деген жауабын қайтарды. 2004 жылдың маусым айында Месси туған елінің жастар құрамасы сапында Парагвайға қарсы алғашқы ойынын өткізді. Месси футболшылық ғұмырында алаңнан тек бір рет қана қуылған. 2005 жылы Аргентина мен Венгрия арасындағы ойынның ортасынан алаңға шығып, 1 минут өтпей-ақ қызыл қағаз алды. Месси тарихтағы алтын бутсыны 3 рет, алтын допты 5 рет отқан тұңғыш футболшы. Аргентиналық танымал Оле спорт газеті бір рет атын өзгертіп, Мессидің құрметіне Лео деп шыққан. Месси өз карьерасында 642 ойында 544 гол соққан. Бұл нағыз талант. 3 человек тащит, и всех 3 обыграл Лео. В штрафную вошел 4-го. Да, это было будь здоров. 4 человек обыграл, 4, Карл! Ворота, Месси разбегается, удар! Какой гол! Браво, Месси! Месси в дальний угол! Вот это да! Құрметті достар, бүгінге осы. Маған қызық арнасында көріскенше сау болыңыз.